келе. Мен Қайназар Жұман Сайыпұлы, Жетісай ауданы Асығата кенті, Өркенді елді мекенінде тұрамын. Менің қасымда өзімнің әріптестерім Тұрсынбаев Байтілес, Талжигит, Қанат. Бір ауылданбыз. Біздің мәселеміз жер дауы. Жер дауымен жөніндегі жемқорлыққа қарсы халық комитеті келіп көмек сұраудамыз. Біздің құқымыз, жазған арыздарымыз бізге көмегі бермей жатыр. Көмегі тимей жатыр. Не мәселесі бұл? Мәселе жер дауы, жеріміз мемлекет мұқтажына алып қойылған дейді. Біздің ойымша бұл мемлекет мұқтажына жатпайды. Мемлекет мұқтаж деп шаруа қожалықтарының 60 гектар жерін, 12 шаруа қожалықтың жерін ірі кәсіпкерлерге аудан әкімі Серік Мамытов Қытайдың фирмасына жерлерімізді алып қойып, соларға беріп жатыр. Жұман, бір сұрақ. Жетісай Асығата ауылында аталады? Жетісай ауданы Асығата кенті, Өркенді елді мекені. Бізге жоғарыдан көмек керек. Жоғарыдан болғанда алата алады ғой? Жоқ. Заң жүзінде бізді ешкім тыңдамай жатыр. Мына заңға сәйкес, әкімнің қаулысы заңға сәйкес келмейді деп есептейміз. Бұл мемлекет мұқтажына да жатады деп ойламаймыз. Мемлекет мұқтажы үшін ол заңның 84-ші бабы 2-ші тармағына сәйкес келмейді. Мемлекет мұқтажы бұл үшін ол жерде жәндегі больница, әуежай, мектеп, мысалы инвалидтерге оңалту орталығыдағылар салыну керек. Негізі бұл жоспары өзгертіліп кеткен. Қазір ірі кәсіпкерлер мал ферма, жәндегі завод, мақта завод, пластик заводтарды иіс шығатын экология мәселесі де бар еді. Мынандай сұрағым бар. Мынау сендердің жерлерің госактысы бар ма? Қайда бұлар? Жер госактысы, бәрінде госактысы бар. Бәрі қанша адам, қанша отбасы жер алған? 16 шаруа қожалық. Бәрінде госактысы қолында әліге шейін. 24-ке дейін налогын төлеп келе жатырмыз. Шешіміміз бар. Бұлар бізді базадан жой жіберген, мұқтаж деп. Ешқандай өз жерде мұқтаждық болып тұрған жоқ. Суармалы, баламалы жақсы жерлер ол. 40 центнер мақта беріледі. Басқа да жерлер бар. Сор басқан, жыңғыл басқан жер. Сондай жерлерден бермей, халық күн көрісінен айырып отыр қазір бізге. Ешқандай жер ұсынамады бізге. Жер ұсындық деп өтірік ақпарат береді бізге. Ешқандай жер ұсынамады бізге. Енді бір сұрақ. Жер жоқ ондай жерлер. Тыңдау өткізілді ме? Тыңдау өткізілген жоқ. Ал бізді шақырып, басқа бір жиналыстарда болғанды түсіріп, монтаж жасап, бізді қатысты, келістік деген монтажда видеолар істеп, сурет шығарып, өздерінің білгенін істеп жатыр ғой. Біз оларға келісіп, жермен ақылдасып қалыппын. Біз мынандай нәрсе салынайын деп жатырық, болады деп ондай біз келіспегенбіз олармен. Сотқа бердіңдер ме? Соттың шешімдері бар ма? Сотқа бергенде өздері сыртымыздан шешім шығарып жіберген. Мысалға мен сотқа қатыспағам. Әкем қайтыс болып кеткен. Әкемнің атынан да шешім шығарған сот. Шешем де қайтыс болып, оның атынан да шешім шығарып жатыр бұлар. Үйден ешқандай жер пай үлесінің адамдардың біреуі де бармаған. Қазір осы Байтілес сенің ісің бойынша сот жүйесінде қайда деңгейде?
сот мен түсінігім бойынша аудандық соттың шешімі бар. Аудандық соттың шешімі бар. Апелляция бердіңдер ме? Апелляция бергем, бірақ ол шешім шықпай жатып, қазір әкімнің құзыретін жүргізіп жатыр. Менің жеріме құрылыс нысандарын салғызып жатыр. Мен талай ескерттім, полицияға да, прокурорға да арыз жаздым. Мына жерде тұр барлығы. Жоқ, шешім күшіне енді ме жоқ па? Шешім әлі күшіне енген жоқ, қаралып жатыр әлі. Үшінші сот Түркістан облысында қаралып жатыр. Облыстық деңгейде апелляция. Иә. Ал бұлар оған тоқтам салмай құрылыс нысанын жүргіздіріп жатыр. Енді шағымданбадыңдар ма жаңа полицияға, прокуратураға мына Міне шағымданғанбыз, міне қолымызда тұр, алдымызда. Ешқандай негіз жоқ дейді. Фото суреттер неден тұр мына істеліп жатқан құрылыстың. енді сен күндігін солай. Ал сендер не ақша шағымданбадыңдар? Апелляция бермедіңдер. Бізге Сотқа қатыстың ба? сотқа қатыстым. Бізге әлі у жерде инвестор әлі келмейді. Әлі бұлар ақша бөлінбеген. Тыңда, мен сұрағым мен түсіндіре алмадым. Кешірім өтінемін. Ғой, аудан сотының шешімі күшіне ену үшін 30 күн мерзім беріледі. 30 күнде сен апелляция бермесең, ол күшіне кетеді. Соны апелляция бердің ба, бермесең неге бермедің? Яғни келістің ба деген ба? Жоқ, келіскен жоқпыз біз. Келіспеген адам апелляция береді. Неғып апелляция бермеді? Бізде ондай адвокатымызда болған жоқ. Бізге 5 жылға шейін инвестор келмейді деп, еге бересіңдер әлі деп, бізді жалған ақпарат беріп, соны білмей апелляция берген жоқ. Яғни сендерді алдады ма? Иә, алдап 5 жылға шейін инвесторлар келмейді, еге бересіңдер. Бермей қойыңдар деген үгіттеді ма? Иә, сондай. Оның бәрі ауызша айтты ма, жаңбырша берді ме? Ауызша. Енді ауызша деген ол қатындардың өсегі сияқты нәрсе ғой. Онда былай істеді. Мен сендердің бір-екі қағаздарды қарадым, менің түсінігім бойынша. Біріншіден, мемлекеттік мұқтаж дегеніміз, ол мемлекеттің действительно мұқтаж болатын жағдай болады. Мемлекеттік мәселелер болады. Мысалы, халықаралық шарттар болады. Біз мысалы ОДК-ның мүшесіміз жаңағы қорғаныс жөнінде. Сондықтан ОДК-ның бұл жерде қоймасы болады, немесе жаңағы военный әскердің танк бір жаңағы дивизиясының бірдеңе тұратын жері болады, сол үшін алып қойған. Сол сияқты көпір салам десе, немесе сөйлден бір жаңағы мемлекеттің мұқтажы жол өтетін болса, немесе сол жердің астынан бір су табылып бір жаңағы минеральный су ма бірдеңе саратоздан немесе сөйлден жаңағы бір қайбалы көмір, темір, мыс бірдеңе байлық болса, ол мемлекет алуға толық құқы бар. Бірақ онда бір нәрсе шешіледі. Онда бір нәрсе қалады. Енді сол жерлерінде алып қойған кезде, сол жерге пара-пар, яғни сендердің бұрынғы мысалы бір жерден, бір гектардан бірден алып жүрсіңдер ғой, жаңағы күріш па, неме жаңағы сексеуіл ма, бірдеңе негесінде бірдеңе алып жүрсіңдер ғой. Сол пайдаларды көретіндей жағдай болды. Яғни жердің құндылығы, немесе жаңағы сол ауылға жақындығы, немесе үйге жақындығы, соның бәрі шешілетін болу керек. Сендер не жағдайда болу керек, сонда алып қойып тұрасыздар. Бұның бәрінен де ең бастысы, ауданның әкімі мемлекеттік орган, алып қоюға толық правасы бар. Бірақ ол мына заңға сай болу керек. Сондықтан біз діни мемлекет емес, кәдімгі зайырлы, заңды мемлекет болғаннан кейін заңмен шешіледі. Сондықтан мына 84-тің жер кодексінің 84-ның жаңағы жер учаскесін мемлекет мұқтаж үшін мәжбүрлеп иеліктен шығарудың ережесі мен принциптер деген бір бабы бар. Сол бапта соның принциптерін түгел негіздерін көрсетеді. Мынандай жағдайда қоямын деп. Соған сәйкес па деген сұрақ болады. Яғни мен дұрыс түсінсем, сендердің жаңағы барлықтарың өзің жаңағы ИП ашып, или жаңағы крестьянский хозяйство ма, шаруа қожалығы ма, бірдеңелерді ашып, кішкентай жаңағы кәсіпкер ретінде кәсіп жасаусыңдар. Соның арқасында бірдеңе продукт шығасыңдар, оны сатасыңдар, күн көресіңдер,
артығын сатасыңдар, пайдаланасыңдар деген сияқты. Енді сіздердің орныңызға ана жаққа не салып жатыр қазір? Жаңағы Мал фермасы мен завод мемлекеттік емес олар. мемлекет ақшасымен емес па? Мемлекеттің ақшасымен емес. Инвесторлар. Инвесторлар. Пластик завод салынып жатыр. Неге десең, мына жаңағы әлгі негіздері қандай жағдайда мемлекеттің мұқтажын алып қоятынның ішінде мынандай бір норма бар екен. Елді мекендердің бас жоспары, яғни жаңағы қаланың, ауылдың немесе кенттің бас жоспарын осы бапта белгіленген ерекше жағдайлардың тізбесіне жасалатын объектілерді салу бөлігінде орындау, көрдің бе, жаңағы салынып жатыр ғой. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген объектілерді бюджет қаражаты есебінен салу мемлекет мұқтаж болып табылады. Бұл не сөз? Егер ерекше жағдайлар бойынша кенттің планы, жоспары өзгерсе, соған салыну керек. Бюджеттің ақшасыменен жаңағы сол кентке керек. Больница, мектеп, бірдеңе. Және общежитие сияқты, немесе халыққа тегін берілетін, мысалы, көп балалы анаға берілетін үйлер бірдеңе салып тұрасың. Бірақ оның бәрі бюджеттің, мемлекет ақшасын салынса. Ал сендердің жағдайларында кішкентай бизнесменнің жерін алып қойып, үлкенде бизнесменге беремін, ол завод салады деген нәрсе заңда көзделмеген. Сондықтан бұл заңсыз. Яғни, мұнда былай істеу керек. Заң бойынша соттың шешімі жаңағы күшіне келіп кеткен, жаңа сендер бойынша сенікі әлі енбеген. Қаралып жатыр апелляциялық сатыда. Бірақ сендер жаңағы мемлекеттік орган деп саналатын, мемлекеттің атқару билігі деп саналатын әкімнің қаулысын, сол қаулыда мемлекеттің мұқтаждығын жазады. Сол қаулысын сотқа беру керек. Сотқа беріп, ол қаулы жаңағы сол мұқтаждықтың қандай болатынын көрсететін, негіздерін көрсеткен еңбек жер кодексінің 84 бабының 2 тармағындағы талапқа сай емес деген көрсетіп беру керек. Сөйтіп, бұны бар тоқтау керек. Енді қазіргі бүгінгі күнде қандай жағдайда болып жатыр? Жаңағы енді сенікі бітпеді деді. Бітпеді. То есть сенің жеріңе қатысты соттың шешімі күшінде емес әлі. Күшінде емес. Бірақ ана жақта құрылыс тоқтап тұр ғой қазір. Жоқ, жүргізіп жатыр нысанда. Нысан жүргізіп жатыр. Темірдарын құйып, іргетасын қалап жатыр. Енді соны тоқтатыңдар деген әңгіме айттыңдар ма? Жазып ешқандай тоқтам салынып жатқан жоқ. Мұны алдыңызда тұрмын. Жазған. Милиция жазған жатыр. Анда келген хаттар. Онда былай. Егер бірнеше орган бірігіп кетсе, адамдарда бірігіп кетсе, оны және заң бұзып тұрса, сен заңды көрсетіп жүрсің, бірақ заң жөнінде мына заң біздің заң емес, ол Өзбекстанның заңы деп бірдеңе деп айтты ма? Айтпады. Мынау жаңағы Россияның заңы, онда заңы жоқ. Айтпады ма? Оны мафия деп айтады. Мемлекеттік деңгейдегі мафия деп айтады. Яғни сен заңды көрсетесің, бірақ ол заңды теріске шығармайды. Ол біздің заңымыз емес. Немесе ол былай қой деп оны уәждемейді. Бірау сөз айтады. Мен айттым болды. Мен құдаймын ғой деген сияқты қыла ма? Онда былай істейміз жігіттер. Біз қазір осы Құдай деп саналатын халыққа бәріне жоғалтырады. Ата заңымыз бойынша Құдайдан жоғалтырады халық. Халық болмаса Құдай бақашаныққа Құдай бола ма? Сол халыққа шағынамыз. Әлеуметтік желіге саласыңдар, айтасыңдар. Сондықтан мен сендерді қазір айтқан маған арыздарыңды заңменен рәсімдеймін, өрнектеймін. Сөйтіп қазір соны айтамын. Енді соны көрген бас прокурор үндемей отырса, бас прокурор қуамыз. Егер президент емесе, президентке кет дейміз. Егер облыстың әкімі соны шешпесе, онда қуамыз. Неге десем, күш бізде, халықта. Мен емес соны, ата заңымыз айтып тұр. Мен 30 жылын төлеп отыр. Сондықтан құрметті мына аудио видео жазбаны көрермендер, оның ішінде қолында билігі бар аудан прокуроры. Егер аудан прокуроры үндемей қалса, міндетті түрде аудан прокурор қуу керек.
ит қосып қою керек. Оны облыстың прокуроры міндетті түрде істеу керек. Себебі адамның құқығы қорғалмай біздің Қазақстан деген мемлекетке соңғы бірнеше жылда 6 рет 9 жылдан бастап болу керек. 6 рет адам құқығы қорғалмайды деген әңгіме айтып, Еуропарламент бізді масқара қылды. Бізден сәл жамандау ел бар екен. Луганда деп аталады екен. Уганда ма бірде? Уганда. Сондықтан біз Уганданың деңгейіндегі бейшара мемлекет екенбіз. Ендеше сол бейшара екенімізді көрсетіп отқан кім? Мемлекеттік органдар. Адамның құқығын Шымкенттегі қазақтың құқығы бұзылайды. Россиядан келеді. Өзімізді уақытша берген уақытша береміз ғана, конституция сұрайды. Уақытша береді. 3 жылға, 5 жылға, 8 жылға заңға сай. Ата заңымызға сай. Солар бұзылып отыр да. Сондықтан. Ал енді әкім егер жаңағы инвестиция тартам деген әңгіме айтатын болса, ол былай. Шофердің міндеті машина айдау. Сварщиктің міндеті сварка істеу. Мұғалімнің міндеті сабағын беру. Сол 18 ай қарады. Ол тікелей олардың қызметтік міндеттемесін жазып қояды. Должностной инструкция деп аталады орысша. Ендеше әкімнің негізгі жұмысының бірі инвестиция тартып, сол жердегі тұрған халықтың жұмыспен қамту керек. Сөйтіп ата заңымыздың 24-ші бабында көзделген әр адамның еңбек ету құқығын туғаннан болады. Құдай бере ме, табиғат бере ме, мына малдан артықшылығы еңбек етеді. Сол сенің еңбек ететін құқығыңды тартып алып қояды. Жаңа бірдеңе берем бе, баптақ берем бе деген сияқты етуі сенің ата заңындағы 24-ші баптағы құқығыңды бұзу деп саналады. Сондықтан сол қарғыс атқыр қазақ деген ұлы халықтың құқығын бұзғандардың бәрін міндетті түрде жазалау керек. Мына жерде құрметті мемлекет басшылары, облыс басшылары, прокуратура, мен сіздерге правозащитный, құқық қорғаушы есебінде маған жылап келген, күн көріп отқан жерінің тартып алуы және ол тартып алуының заңсыздығы, жер кодексінің нормасына сәйкес келмейтіндігі, ауданның әкімінің өзін білемге салып заңсыз алып қоюы және мынау заңсыз деп берген арыздағы уәжді теріске шығармауы, оның ойында бір нәрсе тұр. Өзінше билік етіп, мына мұсылман момын халықтың момындығын пайдаланып, өзінің құқығын қорғай алмайтынын біліп, және прокуратурада, сотта оған қарсы келмейтінін біліп, неге десеңіз, ата заңының 3-ші бабының 4-ші тармағындағы жаңағы мен айтқан 3 биліктің бір-біріне баланс беріп тұру керек үшін. Және біреу тағайындамау керек емес. Мысалы, соттарды, судьяларды тағайындайды атқару билігі. Бірақ ата заңымыз тұр, онда тағайындамайды дейді. Бәрі халыққа бағынады, халық сайлау керек. Сондықтан біз демократиялық орнықтырып қойғанымызбен 30 жылдығын биыл тойлап жатқан ата заңымызға әлі сәйкес емес екенбіз. Яғни заңымыз орындалмайды. Заңымызға түгелі түкіріп отқан. Сондықтан құрметті президент, мына ата заңды өзгертіп, біз демократиялық емес, авторитарлық мемлекет құрбатымыз деп шығару керек, өзгерту керек. Болмаса демократияға сәйкес халықтың билігі болу керек. Және кез келген ауданның әкімі, прокурор бұлардың құқықтарын бұзуға құқығы жоқ. Прокуратура туралы кешегі қаңтардан кейінгі шыққан жаңа заңымыз бар. Прокуратура туралы конституциялық заң 4-ші бабында прокуратураның ең басты мақсаты адамдардың құқығын қорғау керек. Сондықтан сендердің жаңағы арыздарыңызға міндетті түрде, айналайын, ол біздің Қазақстан Республикасының жер кодексінде ондай бап жоқ, немесе ол заң біздікі емес деп сіздің уәжіңізді, сіздің дәлеліңізді теріске шығару керек. Ол соның арыздарында айтылған ба сондай? Жауаптарында? Жоқ. Айтылмаған. Айтылмаған. Значит, олар заңсыз. Сондықтан
құрметті облыстың басшысы, құрметті бас прокурор, мынау кешегі 22 жылғы қаңтардағы оқиға айналып кетпес үшін мынау екінші президентіміз тағы да құдай ұрып 20 мың террористерді кіргізіп жіберіп, содан кейін оның шықпай қалу қаупі тұруы мүмкін. 20 мың террористтің шықпай қалғанын бәрін білеміз, потому что 20 мың террористке 71 деген самолет керек екен. Ондай самолетті оған білген жоқ. Яғни 20 мың террорист қалып кеткен жерде. Ендеше сол қалып қалуы мүмкін. Сондай жағдай болмас үшін. Сосын тағы да бүкіл дүниесіне масқара болып, жаңағы террористердің өзінде айналайын келсек, жаңағы бағынбайсыңдар ма? Атпай ақ қояқ деген әңгіме айтамыз, кинодан көріп жүрміз ғой. Ал біз ата берейік осыны. Ешқандай предупреждение. Мынау Ұлы Отан соғысында мынау фашист деген болған, Гитлер деген ағайын болған, сол өзінің несіне командирден. Қандай қоқтыңдар, қолын көтеріп сақтан кетіп. Сондықтан сол 20 мың террорист бұғалуымыз керек. Оны сразу ата бердік қой. Сондықтан сондай болмас үшін прокурорлар міндетті түрде мынаны шешу керек те, ана жүгенсізге кеткен әкімді өзінің тікелей міндетін орындауға тырысып, өзінің абыройын көтеріп, тағы да бір үлкендеу должностьқа ұмтылған шығар деп ойлаймын мен. Аудан әкімі емес, облыс әкімі болам ба, немесе басқа бір қызмет алам ба деп. Сондықтан ол өзінің тікелей міндетін істеп жатыр. Сол үшін оның артықшылық ештеңесі жоқ. Ал инвестор сол заводты мысалы басқара бір жаңағы бір ештеңе шықпайтын бір құнарсыз жерге қойса болмас па еді? Болады. Мұндай жерлер көп. Көрдіңіз ба? Ал енді сондықтан да бір кішкентай кәсіпкердің жерін тартып алып, басқа біреудің жаңа үлкен кәсіпкерге беруі, ол әкімнің заң бұзуы болып табылады. Сондықтан осы әлеуметтік жерге шыққан жаңағы жазбаны көргендер міндетті түрде астына жаңағы өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар. Комментарий деп аталады. Құрметті бас прокурор, мынандай заңсыздықтарды көре отырып, үндемей қалу дұрыс емес. Сондықтан міндетті түрде осы аудио видео жазбаны көріп, шара көруіңізді сұраймын.